адамдарға да менің ойымша өте ұқсас. Өйткені мысалы бір адам көп қатты сөйлей алмайды. Андай көп адамдармен андай сөйлегенді ұнатпайды. Ол мысалы еңлі. Бірақ өте білімді. Иә? Біздің оқиғамызда ол бұзау болып саналады. Бізде еңлі бұзау. Өте күлкілі, әрдайым күндік туды білетін. Ол адам бізде ең артық отырған марқалар Наргиз. Сол үш дос. Екіншісін мен енді білмеймін қайтып айту керек екенін. Бірақ білмеймін, маған ұқсайды деп ойлаймын. Сосын сол оқиғада ол жерде маған ең қатты ұнаған жері ол жерде бір киіз үйдің ішінде көп жануарлар отырады. Олар қасқыр, түлкі, аю және барыс отырады. Олар сосын шығып кеткенде үш дос оларды көрмей қалады да сол киіз үйдің ішіне кіріп оны сол қараймыз деп тамақты көреді да сол тамақты тойып жеп алады дейді. Сосын ана жануарлар кіріп оларды көріп енді мыналарды жеп алатын шығармыз дейді да. Сосын олармен бірге бір қоржынды жолында тауып алған. Оның ішінде не екенін білмейді, бірақ олар айтады. Жануарлар олардан сұрайды, бұл не сендердің қолыңдарында деп сұрайды. Сосын үш дос бірігіп айтады, бұл қоржынның ішінде барыстың терісі, сосын аюдың терісі, түлкінің және қасқырдың. Біз оларды жолда келе жатқанда өлтіріп, терісін сыпырып алғанбыз дейді. Сол кезде ана төрт жануар қатты шошып кетіп, қашып кетеді. Ой, бұларға тиссек біздің де терімізді сыпырып алатын шығар деп қорқып, олардан қашып кетеді. Сосын достар соншама қиындықтар көп болса да қалған жеріне жетеді. Бірақ содан кейін олар ойлайды. Бұлар қазір біраздан кейін түсінетін шығар біз оларды алдағанымызды дейді да, енді қайту керек дейді. Бізді қойшылар іздеп жатқан шығар, соларға қайтайық дейді. Сосын олар